Социализмнің шведтік моделінің белгілері қандай? Швед моделі термині 1960 жылдардың аяғында Швеция салыстырмалы әлеуметтік қақтығыс еркіндік аясында жедел экономикалық өсудің кең саяси реформалар мен табысты үйлесуінен бастап пайда болды. Табысты және тыныш Швецияның бұл бейнесін қоршаған әлемдегі әлеуметтік және саяси қақтығыстардың өсуімен өте қатты қарама-қайшы болды. Швед моделі әлеуметтік мемлекеттің ең дамыған формасымен анықталады. Сондай-ақ швед моделін анықтаудың тағы бір тәсілі Швецияның экономикалық саясатында екі басым мақсат айқын болғандығы: толық жұмыспен қамту және табысты теңестіру. Оның нәтижелері әлеуметтік-экономикалық мақсаттарға қомақты қаражаттарды жинақтаумен және қайта бөлумен айналысатын жоғары дамыған еңбек нарығы мен ерекше ірі мемлекеттік сектор туралы белсенді саясат болып табылады. Кең мағынада швед моделі бұл әлеуметтік-экономикалық дамудың моделі. Бұл өмір сүру деңгейі жоғары және әлеуметтік саясаттың ауқымды, кең елдегі әлеуметтік-экономикалық және саяси шындықтардың барлық кешені. Швед моделінің міндеттері. Швед модельдерінің негізгі мақсаттары ұзақ уақыт жұмыспен қамту және табысты теңестіру болды. Бұл швед жұмысшы қозғалысының ерекше күшіне байланысты. 1932 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейінгі Швеция социал-демократиялық жұмысшы партиясы билік жүргізді. 10 жылдықтар бойы Швеция кәсіподақтардың орталық одағы болды. Бұл елдегі реформалық жұмысшы қозғалысын күшейтті. Сонымен қатар швед моделі бір жағынан жұмысшы қозғалысы, кәсіподақтар мен социал-демократтар, екінші жағынан ірі өнеркәсіп компаниялар арасында ымыраға және өзара ұстамдылық рухына негізделген. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.